Армысыз, құрметті Бауыржан ағай, және армысыздар қадірлі Әділет колледжінің студенттері. Бауыржан ағай, енді мына бүгінгі біздің колледжімізде өтіп жатқан мемлекеттік тілім менің мерейім атты тілдер күніне арналған мерекелік кездесу кешімізге қош келдіңіз. Қазіргі мынау сіздің шығармашылығыңызбен, алау жырларыңызбен рухани азық алып сусындап өсіп келетініне кәміл сенеміз. Енді рұқсат болса, сіздің мына өмірбаяндарыңызбен, шығармашыларыңызбен және де лауазымды дәрежелеріңізбен таныстырып өту мен үшін үлкен, сізге де үлкен құрметім деп қабылдасаңыз дегім келеді. Құрметті студенттер, мына Жақып Бауыржан Өміржанұлы ағамыз филология ғылымдарының докторы, профессор, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Аққора ауылында 1963 жылы 1 мамырда дүниеге келген. Содан кейінгі енді қазір айтайын, бұл кісінің 1985 жылы қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. 1986 жылдан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқушылық қызметте болды. 1991-94 жылдары аға оқытушы, 1994-95 жылдары доцент, 1995-2001 жылдар аралығында деканның оқу ішіндегі орынбасары, 2001-2009 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің деканы болып қызмет атқарды. 2009 жылдан 20 қаңтарынан Қазақ энциклопедиясының бас директоры болып қызмет атқарды, бас редакторы. Содан Бауыржан ағамыз Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан жазушылар одағының басқарма мүшесі, Қазақстан журналистика академиясының академигі, халықаралық жазушылар мен публицистер ассоциациясының мүшесі, сосын Қазақстан Республикасы жоғарғы мектеп ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, және де ол кісінің көптеген шығармалары, оның аудитория, баспалдақтар, бір кеменің үстінде, парус времени, аралым арым, балқашым бағым, көзімнің нұры, айдындағы аспан, Мұхтар Әуезов публицист, ақлақ, қолтаңба, уақыт ұшығы, қызыл қайың тағы басқа кітаптары жарық көрді. Оның шығармалары, ағамыздың шығармалары орыс, түрік, украин, македон, түркмен, қырғыз тілдерінде аударылды. Бауыржан Жақып Қазақстан журналистер одағының Смағұл Сәдуақасов және Смағұл Сәдуақасов атындағы сыйлығының иегері және Мұқағали Мақатаев жазушылар одағы сыйлығының иегері, жастардың жігер фестивалінің лауреаты, сосын дар мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Енді балалар, сіздер енді жақсы білесіздер, өлеңдерімен танысып отырсыздар. Мен сіздерге таныстырып өттім. Енді ағамызға егер де өздеріңіздің бір уақытымызды кішкене ысырап қылмау үшін, сіздер енді өздеріңіз бір уақыттарыңыздан бір алып, қаншама сұрақтарыңыз болса, оқыған өлеңдер, жаттаған өлеңдеріңіз болса, Бауыржан ағамыздың шығармашылығынан, соны өздеріңіз таныстырып, өздеріңіз айтып өтулеріңізге болады. Кім қандай сұрақ қояды, балалар? Мен қойсам бола ма? Қойыңыз. Ата-анаңыз және балаларыңыз туралы айтып бересіз бе? Айтып берейін, айналайын. Өте жақсы күнге орайластырып, тілдер мерекесіне орайластырып өткізіп жатқан үлкен кездесу екен. Сіздердің баршаңызды құттықтаймын. Біздің қазақ тілінің мәртебесі өсе берсін деген тілек айтам. Оған әрқайсымыз атсалысуымыз керек. Өзіміздің ана тілімізде сөйлеп, бір-бірімізбен өзіміздің ана тілімізде тіл табысып, бір-бірімізге сол өз тілімізде сөйлесек, содан біз және өзіміздің мемлекеттік тілде жазылған әдеби кітаптарды көбірек оқу керек деген тілек айтар едім. Енді менің ата-анам туралы айтатын болсам, жаңа өмірбаян туралы интернеттен алынған өмірбаянды Ерлан ағайларың айтып берді. Сол мына Абай өңірінде Семей облысының Абрал өңірі деген өңір бар, солында дүниеге келгенмен 1963 жылы 1 мамырда дүниеге келдім. Шағын ғана Таңат деген ауыл, сол ауылда дүние есігін ашқан екен. Бұл өзі өте бір киелі жер. Бір жағында ұлы Абай бабамыз туған, Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлы туған, Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің туған жерлері біздің ауылдармен шектесіп жатыр. Біздің ауылдың дәл қасында
Әміре Қашаубаев деген қазақтың әйгілі әншісі дүниеге келген 23 шақырым жерде менің ауылымнан Таңат деген жайлауда. Сапарғали Бегалин деген қазақтың үлкен жазушысы дүниеге келген. Рымғали Нұрғалиев, Төлеужан Исмаилов, Кәшап Туғанбаев, Медеу Сәрсеке сияқты қаламгерлер дүниеге келген өңір. Тәттімбет деген қазақтың керемет күйшісі, Жанақ деген қазақтың Жанақ Сағындықұлы деген үлкен ақыны дүниеге келген. Сондай киелі өңірде дүниеге келдім мен. Кішкентай кезімнен сол әкем Өміржан Құспанұлы Жақып деген азамат, ол кісі дүниеден озып кетті қазір. Анамның аты Ыршан, сол кісілердің тәрбиесін көріп өстім. Менің әкем жалғыз ұл болған, ата-анасынан өзі. Сол анасы Қарашаш, Нұрқадыш әжеміз, ол кісіні халық Қарашаш деп атайтын. Сол әжемнің бауырында өстім мен. Өйткені 9 немересінің үлкені болдым да, сол әжемнің бауырында өсіп, сол кісінің тәрбиесін көрдім. Ал енді өзім 1986 жылы шаңырақ құрдым. Жолдасым қазақтың үлкен ақиық ақыны Төлеген Айбергенов деген қазақтың ақынын барлығында білесіңдер, әдебиетті оқып жүрсеңдер. Сол кісінің екінші қызы Махаббат Төлегенқызы Айбергенова. Мен 1986 жылы тамыз айында біз шаңырақ құрдық. Қазір 3 перзентіміз бар. Үлкенім Сағыныш, Корей тану мамандығының игерген. Онан кейінгі ұлым туризм мамандығын игерген. Роллан деген балам бар. Сонан кейін бір қызым бар, Айсана деген, ол журналистика мамандығын игерді. Осындай перзенттерім бар, Құдайға шүкір өсіп жатыр. Солардың қызығын көріп жүріп жатырмыз. Сіздің жауабыңызға осындай мен беретін, сұрағыңызға беретін жауабым. Ағай, мен сізге 2 сұрақ қояйын деп едім. Өлең жазу үшін шабытты қайдан аласыз, және өзіңіздің ата-бабаңызда шешендік өнер болған ба? Иә, жаңа сөзім басында айттым ғой. Шабытты енді, шабыт деген ол жалпы өлең дегеннің өзі Алла тағаладан берілетін құдіретті дарын. Ол енді бір кез келген адамға қонбайды, өзі бір киелі дүние. Сол мысалы мен бала кезімнен сол өлеңге жақын болдым, әдеби кітаптарды көп оқыдым. Алғашқы мектепте оқып жүрген кезінде, 3-ші класста оқып жүрген кезінде алғаш өлеңдерімді жаздым. Сол Балдырған журналына, қазіргі Ұлан газеті, ол кезде Қазақстан пионері деп аталатын, сол газеттерге өлеңдерім жарық көріп жатты мектепте оқып жүрген кезінде. Ал енді шабыт туралы айтатын болсақ, ол бір адамның өзі бір, мен көбіне түнде тыныштық кезінде жазғанды қалаймын. Көп ойлар келеді. Мына өмірде өзің көрген құбылыстар, бұрын ата-бабамыздың басынан өткен тарихи оқиғалар, әртүрлі өзің өмірде көрген оқиғалар мен құбылыстар, солардың барлығы әсер етеді. Соның негізінде ой түйіп, ой жинақтап жүресің, бір күні сол өлең болып төгіліп түседі өзі. Ал жалпы ата тегімізден дегенде жаңа аттарын атадым мен. Тәттімбет бабамыз, жаңағы Әміре Қашаубаевтар, Абай атамыз, мына осы кісілердің барлығының ұрпағымын депсем артық айтқандық емес. Сол кісілердің де бір тек өнер қонған шығар деп ойлаймын. Ағай, тағы да сұрағым бар еді. Сіз қанша жасыңыздан бастап жаздыңыз шығармашылықты? Мен енді мектепте оқып жүрген кезімде ең алғашқы өлеңім мектептің бір 3-ші, 4-ші сыныпта оқып жүрген кезімде болу керек. Алғашқы өлең шумақтар әлі күнге дейін есімде. Көктем кезінде бізде қалың қар болады, қыстың күні. Сол қар еріп жатқан кезде алғашқы шумақ өлеңім дүниеге келген екен. Ол шумақ былай жазылған, былай деп қазірге дейін есімде. Көктем келді шуақты, жылғалардан суақты, көктем келді көңілді, гүл басыпты өңірді деген 1-4 жол өлең жазған. Міне осы алғашқы мен шығармашылыққа алып келген өлең жолдары. Онан кейін де мен пионер журналы дейді, ол кезде қазіргі Ақжелкен журналы,
Фариза Оңғарсынова апамыз бас редактор болып тұрған жылдары Балбұлақ деген рубрикамен менің екі өлеңім жарық көрді. Сонан кейін біртіндеп республикалық, облыстық, аудандық газеттерде көптеген өлеңдерім жарияланып жүрді. Осыларды айтуға болады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Тағы сұрақтар кімде бар? Мен сізбен кездесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Жалпы менің сұрағым, сіз біздің ұлы тұлғамыз, батырымыз Бауыржан Момышұлы атамыздан бата алып кездесіп қайтыпсыз. Сол туралы айта кетсеңіз, маған өте қызықты болып отыр. Мен Бауыржан Момышұлын үлкен бір кездесуде көрдім, бірақ жаңағы сіздің айтып отырған өзінің алдына барып бата алып кездесуге барғандардың ішінде мен болған жоқ едім. Өйткені дәл сол күні Мамытбек Қалдыбаев деген біздің ұстазымыз болды. Сол кісі Бауыржан есімді балалардың бәрін жинап апарып, Бауыржан Момышұлына таныстыруға алып бармақ болған көрінеді. Дәл сол кезде мен сол өзіміз тұратын нөмір 5-ші жатақханада бар, Казгу қалашығында. Сонда мен болмай қалыппын, өйткені кітапханада болдым ба білмеймін, қайда екенімді. Сол күні мен болмай қалған екенмін. Бірақ Бауыржан Үсенов деген менің жолдасым болды. Дүниеден ерте озып кетті 31 жасында. Бауыржан Омаров деген азамат бар, менен бір курс бізден кейін оқыған жігіттер бұлар. 86 жылы бітірді Казгудың журналистика факультетін. Бауыржан Омаров қазір Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып қызмет атқарады. Сонан кейін тағы да бір екі жігіт бар, 4 адамды сол Мамытбек ағамыз жаңағы Баукеңнің алдына алып барыпты. Кейіннен естігеніміздей, олар кіріп барған кезде айтқан сөзі Баукеңнің аттары, мына Бауыржан аттары деген кезде нөмірлерінің қаншасын шекенін білесіңдер ма деп айтты дейді, ұрсып жеп. Жоқ, білмейміз депті. Бірінші Бауыржан менмін, ал енді өздерінің нөмірлерін тауып алыңдар депті. Сөйтіп сол аңыз болып әңгіме болып айтылып жүрді біздің студенттердің алдында. Ал Баукеңді биология факультетінің үлкен залында үлкен бір кездесуде көпшілік студенттермен бірге бір көргенім бар. Өте сұсты, қаһарлы, айбатты, айбынды сондай батыр атамыз болатын. Осы сізге беретін жауабым айналайын. Баукеңнің айтқан өсиеттері, сөздері, ол кісінің мынау биыл 100 туғанына 110 жыл толады. Сол Баукеңнің жазған сызған дүниелері 30 том болып өнер баспасынан жарық көрді. Бауыржан Момышұлының жазған шығармаларын алып оқысаңдар, өздеріне көптеген ойларды айтқан өсиеттерін сол кісінің алуға болады. Мәселен, бір ғана сөзін айтайын, тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген сөзі бар Баукеңнің. Шын мәнінде тәртіп болған жерде ғана барлық жаңағы ойлаған істеріміз жүзеге асады деп ойлаймын. Баукеңнің әрбір сөздері сол ғақлия өсиетке айналып кеткен деп айтуға болады. Бізбен бірге жасай береді ол кісінің шығармашылығы. Тағы да кім? Бұл мүмкін құрметті студенттер, өлеңдерін біреулеріңіз оқып бересіздер, я болмаса жаттағандарыңыз болса. Бар ма жаттаған? Мен сұрақ қойсам болады ма? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Мен сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Бір балалық шағыңыздан бір естелікті айтып кете аласыз ба? Қызықты бір. Қызықты естелік айтатын болсам, мен мынау ең бірінші жалпы шығармашылыққа қалай келдім дегенде сурет салатынмын. Сол суретті салып Балдырған журналына жіберетінмін. Сонда Балдырған журналынан маған ылғи хат келіп тұратын. Балдырған журналының конвертінің өзі келген хатты сыртында бөрік киген баланың суреті қазірге дейін бар ғой, Балдырғанның сыртындағы эмблемасы. Сол тасқа басылған қып-қызыл болып әппақ конверттің сыртында баланың суреті салынған. Сондай конверт керек. Алматыдан, менің ауылым 1300 шақырым жерде, осы Алматыдан. Сол жерге о кезде мынандай технология құралдары жоқ кез, почта байланысы ғана бар. Сол почта арқылы біздің ауылға сол почта келген кезде маған менің атыма жаңағыдай Балдырған журналынан Алматыдан хат келгенін көріп, мен керемет қуанатымын. Балаларға мақтанатымын. Міне маған Алматыдан хат келді деп. Ішін оқып, ашып қарасам, жаңағы хатта
Бауыржан сурет салуға қолының ебі бар көрінеді. Бірақ алдымен айналаңдағы тау, тас, қой, ешкі сияқты дүниелерді салып үйрен деген текст келеді. Астына көркемдеуші редактор Қ. Егізбаев деп қол қойған хат. Осыны оқығаннан кейін мен жаңағы қуанып, онда мен енді қой, ешкілерді салайын, тау тас салайын деп, үйдің қасында тау бар еді шағын ғана. Сол таудың жақпар тастарына шейін, әрбір жұқпыл-жұқпылына шейін жаңағы бояп отырып, салып, терезенің алдында отырып. Оның бір жаңағы таудың үстіне бір қойды, бір таудың үстіне бір ешкіні салып жібердім. Сонан кейін салып жібердім, тағы да біраздан кейін хат келді, бір айдың көлемінде. Әлгі хатты ашып қарасам, Бауыржан сурет салуға қолының ебі бар көрінеді, бірақ алдымен айналаңдағы тау, тас, қой, ешкі сияқты дүниені салып үйрен. Көркемдеуші редактор Қ. Егізбаев деген хат келді. Сол бір текст осымен 3 рет келді. Сонан кейін мен ешкілердің санын көбейтіп, қойлардың санын көбейтіп, таудың жаңағы жақпар тастарын одан сайын терезенің алдында отырып салып, қайтып салып жіберем. Жаңағы хат қайтадан келді. Сөйтсем, кейіннен Алматыға келгенде білдім, біздің балалардың барлығы Балдырғанға өзінің жазған сызған дүниелерін жібереді. Олардың көңілін нәумез қалдырмау үшін барлығына бір тексті басады екен де, жаңағы хатты салып жібере береді екен. Өйткені Балдырған журналында бар болған өзі 4 адам жұмыс істейді екен. Сонда хат тіркеуші болып отыратын адам жаңағы хатты салып отырады. Әрбір бала жаңағы жауапты алады екен. Кейін келген кезімізде өзіміз көзіміз көрді. Енді бірте-бірте сол суреттен ештеңе шықпағаннан кейін өлеңдерімді жібере бастадым, мақалаларымды жібере бастадым газет журналдарға. Соның нәтижесінде сол балалық шақтағы ең бір есімде қалғаны сол Балдырғаннан, Алматыдан хат келді маған деп, ауылда айнала шырқ көбелек жүгіріп мектептің ішінде барлық балаларға көрсетіп, жаңағы конвертті қызықтыратынмын. Сөйтіп жүріп, арман қуып, кейін Алматыға келдік қой. Оқу бітірген кезімізде. Арқат орта мектебін бітірдім мен Абай ауданындағы. Соны алтын медальмен бітірдім. Үздік бітіріп келіп, бір сабақтан шығармадан емтихан тапсырып, сөйтіп 1980 жылы, осыдан 40 жыл бұрын Казгудың журналистика факультетіне оқуға түстім. Жақсы, рахмет Бауыржан аға. Тағы кімнің сұрақтары бар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Қоятын. Бар ма сұрақтарыңыз? Бауыржан мырза, сіз қай тілдерді оқып меңгердіңіз және қай тілде еркін сөйлей аласыз? Әрине өзім ана тілім қазақ тілінде, өйткені қазақ мектебін бітірдім. Алдында бастауыш мектепте оқыдым 4 жылдық. Ауылымызда болған. Ол кейіннен 8 жылдық мектеп болып ашылды. Сол 8 жылдық мектепте оқыдым. Онан кейін 10 жылдық орта мектепті бітірдім. Бәрінде де қазақ тілінде оқыдым. Және Казгудың журналистика факультетіне түскен кезде де қазақ бөлімінде оқыдым. Орыс тілін білем, өйткені Мәскеуге барып оқытушы кезімде 80 жылдардың аяқ шенінде Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, соның журналистика факультетінде 4 ай стажировкадан өттім. Кейіннен 97 жылы бір мәрте, 2000 жылы екінші мәрте Америка Құрама Штаттарында Оклахома деген штатта Оклахома мемлекеттік университетінде 2 рет тәжірибеден өттім. Сонда ағылшын тілін біраз меңгерген кезім бар. Түркше аздап түсінем, ал жалпы ағылшын тілінде сөйлей аламын, ауызекі сөйлеу тілінде. Орыс тілінде түсіндіре аламын өзім ойларымды, ағылшын тілінде өз ойларымды түсіндіре аламын және ауызекі тілде сөйлей аламын. Осындай тілдер жөнінде айтатын болсақ. Жақсы, балалар, қобалжып отырсыздар ғой деймін, біраз жаттаған өлеңдеріңіз болса да оқып берем дегендеріңіз бар ма өлеңдерін? Бауыржан ағайдың шығармашылығына. Ештеңе қобалжымаңыздар. Жақсы, сұрақ жоқ қой ешқайсыларыңызда. Бар ма сұрақтарыңыз? Ешкімде жоқ. Бауыржан ағай, енді мына жерде менің қояйын деген бір сұрағым бар ма? Қойыңыз.
Венера, қойыңыз сұрағыңызды. Бауыржан ағай, қазіргі таңда енді қаламдар ұшталып келе жатқан жас ақындарға қандай кеңес бересіз? Дұрыс айтасыз, өте жақсы сұрақ. Жақсы сұрақ. Енді әдебиет деген өзі баяғыда Мағжан Жұмабаев деген қазақтың лақыны болған. Сол кісі айтқан, толқынды толқын қуады, толқыннан толқын туады деп. Қазақ әдебиетінде де сол толқын болып келіп жатады әдебиеттің небір өкілдері. Мысалы біздің алдымыздағы толқындарды қарасақ, анау ұлы Абай бабамыздың биыл 175 жылдығы тойланып жатыр. Көп үлкен Абай бабамыздың шығармашылығы 10 тілге аударылды шетелдің. Жақында ғана 11 тілге армян тіліне қара сөздер аударылды. Мен өзім куә болдым, Ереванмен болған осы әлеуметтік желі арқылы байланыста шығып, сол кітаптың тұсаукесеріне қатыстым. Қазір мен Қазақстан Жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары болып қызмет атқарып жүрмін. Сондықтан әдебиетке келген әрбір жастың қалам алсын, қадам алсын, қадағалап қарап отырамыз біз. Өйткені соған міндеттіміз біз. Жаңағы Абай бабамыздан басталған үлкен желі, сол Абайлардан кейін Ахмет Байтұрсыновтар, Әлихан Бөкейхановтар, Міржақып Дулатовтар, Мағжан Жұмабаевтар, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин сияқты ағаларымыз әдебиеттің үлкен алыптар келген. Ол кісілердің ізін ала Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Жүсіпбек Аймауытов, Ғабиден Мұстафин, Сәбит Мұханов сияқты үлкен алыптар тобы өткен. Ал ол кісілерден кейін де тағы бір толқын ұласып келген Қалижан Бекқожиндар, Хамит Ерғалиевтер, Қайнекей Жармағамбетовтер. Ол кісілерден кейінгі келген әдебиеттің толқынында Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Тұманбай Молдағалиев, Фариза Оңғарсынова, Мұхтар Шахановтар келген. Мұны сөйтіп әдебиет әрғай жалғасын тауып отырған. Соғыстан кейін туғандар Жарасқан Әбдірашев, Кеңшілік Мырзабеков, Жұматай Жақыпбаев, Темірхан Медетбеков сияқты ағаларымыз. Мархабат Байғұт деген жазушы ағамыз бар. Міне осы мен енді поэзия мен прозаны араластырып айтып отырмын. Әдебиетке үлкен толқынмен келеді. Қазіргі жас буын әдебиеттің өкілдері жаңадан келген ақындарға бір нәрсені ескерткім келеді. Ол әрбір әдебиетке келген адам ең алдымен өзінің туған тамырынан бастау алу керек. Өзінің, яғни туған әдебиетімізден, біздің әдебиетіміз қаншалықты бай, біздің ауыз әдебиетіміз қандай бай, біздің ертегілеріміз қандай, біздің батырлар жырлары қандай, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қамбар батыр сияқты жырларымызды. Қаншама нұсқалары бар, варианттары, версиялары. Лира эпостық жырларымыз қандай, Қыз жібек, Қозы көрпеш баян сұлу сияқты, Еңлікке бек сияқты біздің тарихи жырларымыздың өздері қандай. Міне осы ауыз әдебиетінен сусындау керек әрбір әдебиетке келген адам. Екінші, біздің мынау шығыстық әдебиеттен сусындау керек. Терең жатқан тамырымыз, анау түркі дүниесіндегі күлтегін ескерткіші, Білге қаған ескерткіші әрдек барсақ, орта ғасырлар әдебиеті дейміз біз. Жүсіп Баласағұн, Әл-Фарабидің еңбектері, Қожа Ахмет Яссауидің еңбектері. Ал енді бертінде келген кезде сол өзіміздің жаңағы сол ақындар айтыстары бар, небір үлгілі Шөже мен Балтаның айтысы, Әсет пен Кемпірбайдың айтысы деген сияқты, Әсет пен Ырысшаның айтысы деген сияқты, осындай үлгілі Біржан мен Сараның айтысы деген сияқты қаншама айтыстың үлгілері бар. Осының бәрін оқу керек, осының бәрін үлгеру керек. Солардан нәр алу керек. Сол өзіміздің бұрынғы тамырымыздан көктегенде ғана әрбір жаңағы жас өскін әдебиетке келген жас ақындар соншалықты қуатты болып өседі, биік болып өседі, күндердің күнінде бәйтерекке айналады. Сондықтан өз тамырымыздан, дәстүрлі әдебиетімізден нәр алған жас ақындарды ұнатам деп айтар едім. Ағай, менің сізге тағы сұрағым бар еді. Сіздің ғылыми жұмыстарыңыздың негізгі бағыты қандай? Мен ғылыми жұмыстарым жалпы журналистика факультетінде Казгудың дәріс бердім. Жаңа айтылды ғой, 86 жылдан бері, биыл 34 жыл үзбей дәріс оқып келе жатырмын.
Сол 94 жылы менің ұстазым профессор Тауман Салықбайұлы Амандосов деген ағамыз болған. Сол кісінің ғылыми жетекшілігімен ол кісі дүниеден 91 жылы дүниеден озып кетті де, қосалқы жетекшісім профессор Файзолла Мұртазаұлы Оразаев деген ағамыз болды да, Мұхтар Әуезовтің публицистикасынан қорғадым мен. Мұқаңның публицистикасын зерттеп, соны ғылыми айналымға енгізіп, жеке кітап етіп шығардым, монография етіп. 97 жылы ана тілі баспасынан ол кітабым шықты. Кейіннен осы бағытты жалғастырып, бүкіл қазақ публицистикасының түп тамыры, генезисі, қалыптасуы, даму жолдары деген тақырыпта докторлық диссертация қорғадым. Оның ішінде бүкіл біздің осы қазақтың публицистикасының сөз өнерінің түп негізі, сонау біздің көне күлтегін, тоны көк ескерткіштерінен, біздің ауызша әдебиетімізден, яғни жаңағы батырлар жыры, басқа да әдебиеттер бар ғой, солардан басталатындығын зерттеп, бер жағында өзіміздің баспасөзіміздің тарихына тоқталып, алғашқы қазақ газеті 1870 жылы шыққан Түркістан уәлаятының газеті, соң Дала уәлаятының газеті деген сияқты газеттер, Айқап журналы, Қазақ газеті, мына осының бетіндегі публицистикалық көсемсөз шығармалар, Ахмет Байтұрсыновтың, Әлихан Бөкейхановтың, Міржақып Дулатовтың, осылар бастаған үлкен публицистердің плеядасының шығармашылығын зерттедім. Соны ғылыми айналымға енгіздім. 2004 жылы академик Зейнолла Қабдоловтың ғылыми жетекшілігімен қазақ публицистикасының қалыптасу даму жолдары деген тақырыпта докторлық диссертациямды қорғадым. 2012 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайландым. Міне осындай менің ғылыми әдебиеттегі ғылыми бағытым ол әдеби шығармашылық және публицистика, журналистика тарихы болып табылады. Рахмет. Білесіз бе, менің сізге қояр сұрағым бар еді. Сіз өз кәсібіңіз деген жетістіктерге жеттіңіз. Танымалдығыңыз сізді өзгертті ме? Жоқ, еш уақытта ұлық болсаң кішік бол дейді. Қай уақытта да халыққа, елге жақын жүруге тырысамын. Мен студенттердің арасында жүрдім. Қазақ ұлттық университетінде көп жылдар дәріс беріп келемін. 6 жылдай жаңа қазақ энциклопедиясын басқардым. Ол кезде де студенттерімді, шәкірттеріммен байланысымды үзген жоқпын. Сол шәкірттерімнің бойынан бір жақсы қасиеттерді көрсем, қуанып, соны қолдап, демеп, биікке шығарып, баулуға соған жұмыс істеп келем. Жас оқытушы кезімде Мұхаммеджан Сералин атындағы әдеби бірлестікті басқардым. Алғашқы өлеңдерін жазған ақындардың өлеңдерін талқылап, жас ақындардың әңгімелерін талқылап, жас прозаиктердің, соларға бағыт-бағдар бердім. Олардың газеттерін шығардық. Оларды журнал бетінде сәт-сапар тілеп шығаруға тырыстым. Соның нәтижесінде қазір менің Қазақстанның түкпір-түкпірінде мыңдаған шәкірттерім бар. Қазақстанның қай түкпіріне барсам да, қай ауданына, қай облысына барсам да, алдымнан бір шәкіртім шығады. Бұл менің өмірдегі бақытым деп түсінемін өзім. Тағы да бір сұрағым, ол сіздің айналаңыздағы адамдар сіздің дамуыңызды қалай қабылдайды? Енді оны сол айналамдағы адамдардан сұрау керек шығар. Мен ол кісілер үшін жауап бере алмаймын. Бірақ сол әрбір адам баласы өзі төңірегіндегі адамдармен байланыста дамиды деп ойлаймын. Ағай, өзің бала Бауыржанға, 10 жастағы бала Бауыржанға қандай кеңес берер едіңіз? Жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. 10 жастағы дейсіз бе? Иә, 10 жастағы дейді. Иә, өзіңіздің Қытай кезіңізде мысалы. Иә, енді қандай кеңес берер едім? Осы 10 жаста ол мектеп оқушысы, мектептегі берілген білімге өте мұқият қарап, сол мектепте көп білім алу керектігін айтар едім. Қазір кезде технология заманы, қазір
мына технологияны меңгеру керек әрбір қазақ баласы кішкентайынан бастап. Сосын шет тілдерін игерген міндетті түрде игеру керек қазіргі заманға азамат болатын балаларға. Сондықтан сол жан-жақты болып мына жаһандану заманында біздің қазақ халқының өркениеттің керуен көшінен қалмай алға қарай солармен бірге дамып отыру үшін, еліміз даму үшін әрбір қазақ баласы соған үлес қосу керек, сол деңгейге сай азамат болып өссе деген тілегім бар. Жақсы, тағы кімде сұрақтар бар? Ағай, бізде бар. Мен қояйын дедім. Жалпы ағай, сіз басқа ақындар сияқты, мысалы басқа ақындарда халықтың кемшілігі, я болмаса әлеуметтік жағдайды сынап жатқан шығармалар бар. Сіздің сондай шығармаларыңыз бар ма? Әлеуметтік кемшілігін дейсің ба? Халықтың кемшілігін, я болмаса әлеуметтік жағдайды сынап жазған шығармалар. Енді менің бір сын мақалаларым болды газет журналдардың бетінде. Осы қоғамдағы кейбір келеңсіз жайттарды сынап жазған ондай мақалаларым болды. Бұл газеттердің бетінде, журнал бетінде шыққан кездері болды. Ал негізінен мен өз өлеңдерінде сол өмірдің жақсы жақтарын көрсетуге тырысам, адамгершілікке тәрбиелеуге баулуға тырысам. Енді әртүрлі тақырыптарда жазған өлеңдерім бар. Қазір соңына қарай оқып беріңдер десеңіздер, бір-екі өлең оқып беруге болады. Жақсы, рахмет ағай. Тағы кім бар? Жаңа кім біреу қойын деп еді сұрақ жаңа. Саламатсыз ағай. Жәнел. Саламатсыз ба. Қалай ойлайсыз, осы заманауи ағысқа ілесем деп, басқа тілді оқимын деп, қазақ тілі құрдымға кетіп қалуы мүмкін бе? Жоқ, біз енді жалпы қазіргі мынау білім министрі сондай позицияны ұстап отыр ғой, Асхат Қанатұлы Аймағамбетов. Бастауыш класстарда әрбір қазақ баласы өзінің ана тілінде білім алу керек дегенге тоқтап отыр. Яғни бірінші, төртінші сынып ол бастауыш сыныптар ғой. Міне осы алғашқы сыныптарда қазақ тілінде алу керек білімдің нәрін, алғашқы класстарда. Сонан кейін барып шет тілін, әсіресе ағылшын тілін үйрену керек болады. Сонымен қатар біздің шекарамыз мына орыс мемлекеті мен Ресей мемлекетімен шектесіп жатыр. Жылдар бойы араласып келеміз. Орыс тілінде білгеннің зияны жоқ. Ал бірақ әрбір қазақ баласы сол бірнеше тіл білуге қабілетті деп ойлаймын. Мынау жапон халқынан көп үлгі алуымыз керек біз. Кезінде 20 ғасырдың басында біздің Алаштың зиялылары Әлихан Бөкейхановтар, Ахмет Байтұрсыновтар, Мұхтар Әуезовтер, Ілияс Жансүгіровтер осы жапон халқының көп мәселесін бізге үлгі еткен. Осы Жапония сияқты, жапон азаматтары сияқты еңбекқор болу керек біздің қазақтар. Жалқаулықты қою керек. Әрқайсысы іспен айналысу керек. Мына қазақтың әрбір мына даласындағы тасы кеудесіне түйме болып қадалып тұру керек. Әрбір осы қазақ жеріндегі байлықтың бәрі қазақтың өз игілігіне жарау керек. Ол үшін өзінің оқымыстылары көп шығу керек қазақтың ішінен. Жапонияда бірде-бір шетелдің оқымыстыларын өз еліне кіргізбейді екен. Олар тек өздерінің профессорлары өздеріне сабақ береді. Сондықтан да алғашқы бастауыш класстарында олар міндетті түрде жапон тілінде оқиды екен. Міне осы үлгіде жапон үлгісін алатын болсақ, соған сай еңбекқор болатын болсақ, біз көп болашақта биіктерге жетеміз, және де қазақ тілінде тиісті деңгейде дамыта береміз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет аға. Тағы бар ма сұрақтарыңыз? Жәнел, сіз қоям дедіңіз, қателеспесем жаңа. Иә, саламатсыз ба бауыржан аға? Менің сұрағым, сіз кішкентай кезіңізде мектепте оқып жүрген кезде өзіңіздің арманыңыздағы мамандық осы ақын болу болды ма, әлде басқа мамандыққа да барғыңыз келді ма? Жақсы сұрақ. Мен сол кішкентай кезімнен шын мәнінде жаңа өлең жазып жүргеннен кейін газетке мақалалар жаздым. 10-шы сыныпты бітірген кезімде мен 230 публикация дейміз ғой, газетке шыққан материалдармен келдім, газет журналдарға шыққан. Өзі бір мынандай қалың болатын, соны подшипкаға тігіп, қазір портфелия деп айтасыңдар ғой, сондай жинақтап соған сөйтіп алып келдім.
Сонда шығармашылық емтихан деген болады журналистика факультетінде, содан сүрінбей өттім. Өйткені менің жаңа көп материалымды көріп, соған өте ұстаздарым жақсы баға берді. Ал енді жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, шын мәнінде мен сол мектепте оқып жүрген кезімнен, әкем сол мектепте оқушы болып жүрген кезімде маған чайка деген фотоаппарат әперді. Ол 72 кадр түсіретін. Қазіргідей біз телефонға түсіре салатын емес ол заманда. Фотоаппараттар болатын. Зенит, Фет деген фотоаппарат болатын. Жақсы фотоаппараттар. Сол фотоаппараттардың бірі чайка деген фотоаппарат менің қолыма тиіп, соны ауылдағы көп жағдайларды түсіріп жүретін. Түсіріп, соны ауылдағы фотосуреттердің көпшілігі қазірге дейін менің сол ауылдағы тұрғындарында сақталған, менің шығарған фотосуреттерім. Ол да журналистиканың, фотожурналистика дегенде бір саласы ғой. Сосын ауыл елде, мектепте өткен кездесу кештері, әртүрлі ауылдағы болып жататын жағдайлар, шөп шабу науқаны, қой қырқу науқаны, осының барлығынан мен мақалалар жазып, жеке еңбек озаттары туралы очерк, суреттемелеріме шейін газеттерге шығатын. Сондықтан мен өз жолымды сол мектепте жүрген кезде осы қаламгерлік жолды сол кезде таңдадым ғой деп ойлаймын. Маған әсер еткен Әзілхан Нұршайықов деген ағамыздың "Мен журналистпін" деген кітабы болатын. Соны әкем бір Абай ауданының орталығы Қарауыл ауылына барып әкеп берген болатын маған. 1975 жылы астына үлкен журналист, мықты журналист болуыңа тілектеспін. Әкең Өміржан деген қолтаңбасы бар. Әлі күнге дейін сол кітап менде сақтаулы. Сол Әзілхан Нұршайықовтың "Мен журналистпін" кітабын оқыдым. Поэзиядан Қабдыкәрім Ыдырысов деген ағамыздың бір жасыл кітабы бар еді, "Ассалаумағалейкум Арабстан" деген. Мен сол өлең кітабын оқыдым. Мектепте жүргенімде Төлеген Айбергеновтың "Аманат" деген кітабы қолыма тиіп, соны оқыдым. Алматыға университетке келгеннен кейін Мұқағали Мақатаевтың "Өмір өзен, өмір дастан" деген кітаптарын оқыдым. Сөйтіп, осы кітаптарды оқуым мені поэзияға қарай жетелеп алып келді. Сөйтіп, студент кезімізде біз барлығы да өлең жазып келетін бірінші курста. Бірақ бірте-бірте көпшілігі өлеңді тастап, біреуі журналистикаға тікелей араласып, біреуі прозаға көшіп, біреуі сын жанрына көшіп сөйтіп жататын. Біз университетті бітіргенде сол қалам ұстаған 50 баладан бір 5 қана ақын қалдық. Қалғандарының барлығы журналист, жазушы, басқа да салаларға түсіп кетті. Сонда 5 жылдың ішінде өзін ақын ретінде танытқан балалар ғана кейін сол ақындық жолға түсті. Біз Жұматай Жақыпбаев деген ақын ағамыздың көп тәрбиесін көрдік, қасында жүрдік. Жаратқан Әбдірашев деген ағамыздың қасында жүрдік. Ибрагим Исаев деген ақын ағамызды өте қатты сыйладық. Осындай қазіргі Қазақстан Жазушылар одағының басқарма төрағасы Ұлықбек Есдәулет ағамыздың қасында көп жүрдік. Осы Байбота Серікбаев, Аманхан Әлімов деген ақын ағаларымыз, Әбубәкір Қайран, Есенғали Раушан, Мейірхан Ағдәулет сияқты қазақтың мықты таңдаулы ақындары бар. Қазірде қалыптасқан өз мектептері бар. Сол ақындардан көп үлгі алып өстік студент кезімізде. Жақсы, рахмет аға. Енді басқаларыңызда бар ма сұрақ? Жоқ қой демей ешқаларыңыз. Енді аға мына жерде айта ғой. Ағай, мен сұрақ қояйын деп едім. Қойыңыз. Ағай, Гедалос кішкене тұрыңыз. Қойыңыз. Венера, қоя беріңіз. Ағай, сіздің өзіңіздің туындыларыңыздың ішіндегі өзіңізге жаныңызға жақын деген өлеңді оқып бере аласыз ба? Оқып берейін. Мен әжем бауырында өстім дедім ғой. Сол әже туралы, әжем 84 жылы 78 жасында дүниеден озды. Сол әжемнің дүниеден озуы маған үлкен әсер етті. Менің ақындық жан дүниеме үлкен сілкініс әкелді. Өте қатты қайғырдым әжемнен айырылған кезде. Сөйтіп бірнеше циклді, әже циклынан өлеңдер жаздым. Соның алғашқыларының бірі әжемнің ұршығы деп аталады. Бір сәтке әже тыншықпен, шүйкеге мол жүк жиылып, отырушы едің ұршықпен, уақытты қоса еріп. Қолыңнан шыққан сыйлықтар
қонатын үйге құт болып, секундтар және минуттар иірілетін жіп болып, сен жоқта көңіл сергиме, сағындық аңсап бұл шыным, иесіз қалды төргүйде, киелі сенің ұршығың, кетсеңде алыс күнгі ұшып, кетпейсің естен ендеше, өзің боп мені жүргішіп, сен тоқып берген кеудеше, өзімді сонда жұбатып, өмірге іштей күйінгем, ұршық қой мына уақыт, жіп қылып бәрін иірген. Осы өлеңімен 1984 жылы республикалық жігер фестивалі деген өтетін, оған 100-ден астам жастар келіп қатысатын, республиканың түкпір-түкпірінен сол фестивальдің жалғыз лауреаты атандым. Олжас Сүлейменов жазушылар одағының сол кісінің өзінің қолы қойған дипломды мен сол 84 жылы оқушылар сарайы, қазіргі бұрын пионерлер сарайы деп атадым, сонда маған тапсырды. Әбілда Тәжібаев деген атамыз бата берді маған сол фестивальде. Кейіннен енді өзіме жаныма жақын тағы бір өлең, туған жерге арналған өлең болғандықтан Абайдың Қасқа бұлағы деген өлең оқып берейін. Абайдың Қасқа бұлағы, сағасы інжу маржаннан, жағасы жасыл пүліштен, тамшысы алтын күмістен, жапырақ сүйген бетіңнен, суынан сұлу гүл ішкен. Абайдың Қасқа бұлағы, елімді қорғар қылышпен, жерме біткен ырыспен, ай сүйіп асыл ерніңнен күлімдеп келіп күн ішкен. Абайдың Қасқа бұлағы, ағасың асқақ тыныспен, шайырсың дәйім жыр үстем, батыспен байтақ тілдестің, шұғыласын шашқан шығыспен. Абайдың Қасқа бұлағы, тұлпарлар тоқтап су ішкен, тұлпардай сен кең тыныстен, етпеттеп жатып жағаңда, бала Абай сенен су ішкен. Абайдың Қасқа бұлағы, ұлы ақын мұңын бөліскен, сөйлеспей жақын туыспен, іштегі өртін сөндіріп, дана Абай сенен су ішкен. Абайдың Қасқа бұлағы, қазағым атын қойған су, әлемге атын жайған су, шақпаққа бара жатқанда, шәкәрім бетін шайған су. Абайдың Қасқа бұлағы, әуелеп шабыт қуған су, әуезовені туған су, бетінде кілкіп қаймағы, мұхаңның сөзі тұнған су. Абайдың Қасқа бұлағы, халқымның аққан жыр әні, көрмедім сендей тұманы, жағаңда сенің киелім, ұлылар ғана туады. Абайдың Қасқа бұлағы, қырық өрім таспа бұлағы, аспанның аспа бұлағы, 30 жыл ойран салса да, 40 жыл қырғын болса да, мөлдіреп жатыр су әлі. Абайдың Қасқа бұлағы. Рахмет, керемет, өте тамаша. Енді осыдан бір үлкен әсер алдық. Әрине туған жер деген әркімге ыстық қой, бауыржан аға. Енді мен бір жақсы білетінім, мынау Абай жерінен, Абай топырағынан, Абыралы топырағынан енді ақын шықпауы мүмкін емес. Ол мен енді бір сөзбен айтқанда, мынау кең жазық дала, Сарыарқа даласында, мына тауында жүргендің өзі бір үлкен адамға деген бір қасиетті бір сондай бір беретін дүние екен да. Әрине осы енді мен сізге бір қояр сұрағым, ең алғашқы осы сіздің мақалаңыз бірінші, енді балалық шақта деп отырсыз ғой, бірінші мақалаңыз шыққан кезде қандай әсер алдыңыз сол мақалаңыздан? Ең бірінші мақалам менің аудандық газетте шықты. Бұл ол кезде қойшылар бригадалары деген болатын. Ұшқын деген мына мектепті бітірген жастарға бір жыл қой баққызатын кездер болған. Ол да енді советтік тоталитарлық режимнің біздің қазақ балаларын тежеп, сол мал баққызып қойып, санасынан оқыған 10 жылдық білім алған білімі шығып кетсін, сол малдың соңында қалып қойсын, оқыған азаматтар азырақ шықсын деген үлкен саясатынан шыққан дүние ғой кезінде. Сонда сол бір бригадада болған кеш туралы көңілді кеш деген мақалам шықты менің аудандық газетте, Абай аудандық газетінде. Сол газеттің бетінде алғаш шықты. Онан кейін екінші мақалам Шолоховтың 75 жылдығына арналған кеш өткен мектепте сол туралы шықты. Осы мақалалардың бәрі өзінде сол бірінші алғашқысынан бастап барлығы өзінде қазір сақтаулы. Олардың бәрін бір реті келген кезде жинақтап, өзімнің өсу баспалдақтарым ретінде қайта бір оралып қарау үшін
соны жариялап бір кітап етіп шығару ойымда бар болашақта. Дұрыс. Ана совхоздың туы деген газет емес пе ол кезде аудандық? Совхоз туы деген газет, иә. Енді бала кезімізде оқып келе жатырмыз ғой сол совхоз туыда. Сосын тағы бір қойшы сұрағым. Мақалаларын Семейтан газеті. Иә, Семейтан оқып Қазақстан пионері газеті шықты, иә. Рахмет. Сосын мына ең алғашқы енді біз айтамыз ғой, мынау басқа өзге қалаларда, мысалы үшін Қазақстанның өзге шеттегі қалалардағы, мысалы үшін әр балаға, мысалы үшін Алматы арманда, сол келген кезде ең алғашқы осы Алматыға келген кезіңіздегі сондағы әсеріңізді айтыңызшы. Қолым жетті ма, жетпейді ма деген сияқты. Иә, ол енді шынында да үлкен әсер, ол еш уақытта ұмытылмайды. Алматыны бірінші көру, біздің жақта енді мен сол Сайын дала Сарыарқаның төсінде өскенбіз ғой, кең дала, біздің тау деп жүргендеріміздің өзі Сарыарқаның жоталары, ал енді нағыз тауды осы Алматыға келгенде көрдім мен. Әкем марқұм Семейден ұшып шықтық, 14-18 деген рейспен әлі күнге дейін есімде, Як-40 деген самолет болатын, Як-40 деген. Аягөз деген қалаға бір қонды да, сонан кейін сәл тыныстап алып, қайтадан Алматыға қарай ұшты. Содан Алматыға келдік, бір 2 сағат болған жоқ, 1 сағат 40 минуттың ішінде ме Алматыға келіп түстік. Сонда таң ата бере түстік. Түскен кезде аэропорттан бірден Алатау көрінеді екен түскен бетте. Басында қар жатқан Алатауды көрген кезде мен соншалықты жаздың күні таудың басында қар жатады деген менің ойыма жүзіктасам түсіме көрмеген нәрсе. Бірінші рет көрген көрінісім таң қалғаным сондай Алматының көркемдігіне. Міне сол келгеннен 80-ші жылы жазда келдім. Міне биыл 20-шы жылдың жазы өтіп күзіне келе жатыр. Алматыға келіп табан тірегеніме тура 40 жыл болды. Сол Алматыны алғаш көргендегі әсерім Алатаудың басында жатқан қарды көрген кезде соншалықты бала ретінде таң қалған едім. Сол есімнен кетпейді. Жақсы, бәрімізде сол енді осы Алматыға аңсарымыз ауып келіп отырмыз ғой. Бауыржан ағай, сосын бір тағы айтарым, мысалы үшін ең сол жаңағы айтып отырмын, алғашқы шыққан мақалаңыздан, мысалы үшін кейбір ақындардың, көптеген ақындардың ата-аналары ең бірінші шыққан мақаласын көрген бетте сол журнал болса журнал, газет болса газетті алып, көрші қолаңдарды, туған туыстарды аралап, шүйін сұрап, қуанышын жердің ішіне сыймай, сондай бір жағдайлар болды ма ата-аналарыңызда? Ондай енді өте ондай бола қойған жоқ, бірақ әкем марқұм үйге қонақтар жиі келетін біздің. Сонда сол қонақтардың көзінше мына Баукеннің газетке мақаласы шығыпты, оған осындай қаламақы жіберіпті деп сөйтіп айтып мақтап қоятын мені көтеріп. Мен әлгі мәз болатын. Шын мәнінде аудандық газеттен 1 сом 75 дейін, 2 сом 45 дейін, 3 сом 85 дейін, 4 сом 15 дейін, 5 сомнан асатындай деңгейге сондай қаламақы үнемі келіп тұратын маған. Соған сол бір жағынан мені материалдық тұрғыдан өте талпындырды. Мен сол 5-ші класста, 4-ші класста алғашқы мақалам шықты. Сол 4-ші класстан бастап мен үзбей жаздым. 5-ші сыныпта, 6-ші сыныпта шыққан мақалалардың барлығы өзімде қазір сақтаулы. Сонда Семей таңы облыстық газеттен көбірек келетін ақша, 8 сом 75 дейін 9 сомға шейін келетін. Міне соның барлығын алып жүретім. Енді бір несі, мен кішкентай бала кезімдегі алғашқы Балдырғанға жіберген өлеңіме осы қазір қазақтың үлкен ақыны, сол кезде Балдырған журналының поэзия бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған екен. Мұзафар Әлімбаев бас редактор кезінде Несіпбек Айту деген ағамыз биыл 70 жасқа толып жатыр. Несіпбек ағамыз. Сол Несіпбек ағамыздан хат келді маған бір. Бауыржан, өлең жазуға қолыңның ебі бар көрінеді, бірақ өлеңнің бір қайнауы ішінде екен деген жаңа текст келді. Жаңа поэзия бөлімінің меңгерушісі Несіпбек Айтұлы деп жазылған. Ол хат менде сақтаулы әлі күнге дейін. Сонан кейіннен әкем сол жаңағы бір кісілер қонақтар келіп отырғанда Баукенге Алматыдан хат келді. Балдырған журналынан осындай үлкен ақын ағасы жазыпты.
өлеңінің бір қайнау ішінде екен деп сылқ-сылқ күледі барлығы. Ал мен бір қайнау ішінде деген мен үшін ең бір үлкен баға сияқты, мен оны түсінген жоқпын. Бір қайнау ішінде деген сөздің. Бір қайнау ішінде деген шикі деген сөз екен ғой. Қазір енді есейген кезде біліп жатырмыз ғой. Сонда өлеңдер шикі екен деген сөз ғой. Ал мен үшін ол анау бір қайнау ішінде деген сөз сенің өлеңің керемет деген сөз болып бала кезімде. Сөйтіп талаптанып 3-ші класста оқитын кезім ғой. Соны талпынып жаңағыдай сол балдырғанымнан жіберілген хаттың конвертінің өзіне мәз болып, сөйтіп талпынып жүріп, моральдық, материалдық тұрғыдан әкем өте сол шығармашылық жағына аудан орталығына, Семей қаласына барғанда ылғи кітаптар әкеліп беріп отыратын. Сол кітаптарды оқудың нәтижесінде сол әкеміздің арқасында осындай үлкен жолға салғанның арқасында осындай қаламгерлік жолға түстік деп ойлаймын. Жақсы, мына көбінесе бізде дыбыс жүйесі дұрыс болмай жатқан балалар бар екен, маған WhatsApp-пен сұрақтарын қойып жатыр, қойсам бола ма деп. Сіздің руыңызды сұрайды, еліңіз кім дейді. Екінші сұрақ қазір мен сізге айтайын, осы қазір Әл-Фараби, осы Казгуда сіз сол жақта қазір сабақ бересіз ба дейді, екі сұрақ. Мен қазір Әл-Фараби атындағы Казгуде сабақ беремін, магистратурада, докторатурада лекциялар оқимын. Казгудың журналистика факультетінде. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректорының қоғамдық негіздегі кеңесшісі болып қызмет атқарамын. Ал енді жаңағы алдындағы сұрағы, жалпы қазақ баласы біз өзі өте аз ұлтпыз. Мен Америка құрама штаттарына барған кезде әлемнің демографиялық картасын көрдім. Сонда өзім төбе шашым тік тұрды. Біз мына Қазақстанда жүрген кезде жан-жағымыздың бәрінде қазақтарды көреміз де, біз қазақтар көп екенбіз деп ойлайды екенбіз. Ал шын мәнінде біз өте аз-ақ ұлт екенбіз. Мынау сол демографиялық картаны көрген кезінде, демографиялық картада орыстың мемлекеті тұр. Орыстың мемлекетінде қап-қара болып жаңағы өзінің халқы, яғни 200 миллион, 175 миллион ба қазір? 200 миллионға жақын сол халықтың тұтасып тұр екен. Төмен жағымызда Қытай мемлекеті тұр, Қытай Халық Республикасы тіпті өзінің жеріне сыймай қап-қара бұлт болып тұр. Біздің үлкен территориямызда Қазақстанның біз бір ғана нүкте ғана тұр екенбіз. Қара нүкте ғана. Сонда біздің жеріміз дүние жүзінде 9-шы орын алғанмен халқымыздың саны өте аз әлемдік деңгейде салыстырғанда, демографиялық картадан қараған кезде. Ал енді жалпы кейде жаңағы 100-ге бөлініп, руға бөлініп жатады, мен соған қарсымын өз басым. Қазақ баласы қазіргі біз 20-шы ғасырдан өттік, 21-ші ғасырға келдік, үлкен технология ғасырына. Біз қазір өсе беруіміз керек, халықтың саны көп болу керек. Әрбір қазақ менің жалғызым деген, мен Сабыр Адай деген досым бар Маңғыстауда. Соның әр қазақ менің жалғызым деген сөзі бар, өлеңінің бір жолы. Шын мәнінде әрбір қазақ біздің жалғызымыз болу керек. Егер біз әр қайсымыз руға бөлініп, 100-ге бөлініп сөйтіп кететін болсақ, онда біздің бірлігімізге нұқсан келеді. Біз қазір тұтасып, жұдырықтай жұмылып, өзіміздің ұлттық тілімізді, ұлттық тарихымызды білуіміз керек, ұлттық салт дәстүрімізді білуіміз керек. Соны ұмытпай, өз ел ретінде, ешкімге ұқсамайтын ел ретінде алға баса беруіміз керек. Ал енді жаңағы Семей өңірінен болғаннан кейін, Абрал өңірінен менің руым Арғын, Арғынның ішінде Қаракесек деген ру, Қаз дауысты Қазбек би бабамыздың ұрпағымыз. Жалпы әрбір қазақ баласы өзінің жеті атасын білу керек, сол үшін де білемін. Ал бірақ бірде-бір қазақ баласын білмеймін. Менің өзім жолдасым Төлеген Айбергеновтың қызы дедім, ол кіші жүздің перзенті. Ал сол жолдасымның анасы ұлы жүздің перзенті. Сондықтан мен қалай бөлінемін? Бір жүзге, бір рудың деңгейінде қалып қоюға болмайды бізге. Біз әрбір қазақ баласы бүкіл қазақты алға тартуға, қазақтың әрбір баласының көкірегінен бір от көрсең, сәуле көрсең, соны оятуға, жаңағы сондай бұлақ көрсең көзін аш деген қазақ халқының айтқан ғақлия сөзі бар ғой. Сондықтан әр баланың көкірегінен сондай сәуле көрсек, оны оятуға, соны демеуге, жебеп жіберуге, демеп жіберуге біз күш қуат табуымыз керек әрқайсымыз. Сонда ғана біз ел боламыз.
Өте дұрыс айттыңыз, бауыржан аға. Бұл жерде мен сізге мына асылдай жауабыңызға, алтындай пікіріңізге мен қосыламын. Өйткені мен де өзі руға бөлінгенді көп жақтыртпаймын. Өйткені кез келген қазақтың саусағынан қан алатын болса, мысалы үшін ол жерден тек қана қазақтың ғана қатты, ол жерде ру деген жоқ. Сондықтан мен де көп соны көп жақтыра қоймаймын шыны керек кезде, елімде зұлым сұраған кезде. Оңыз өте дұрыс, тамаша. Мына бауыржан ағай, сосын тағы бір сұрақ. Сіз осы Алматыға келген кезде, журналистика факультетінде оқып жүрген кезде, осы қазіргі танымал сіздің өзіңізбен бірге еріп жүрген өзіңіздің курстастарыңыз мысалы үшін бар ма? Осы ақын жазушылар қазір осы бұл дүниеде бар ма? Мен бір оқып қалғаным, сіздің бір алты ақынмен түскен фотоңыз бар, соның үшеуі қалып, үшеуі қайтыс болды деді. Мен соны бір көргенім бар әйтеуір. Иә, әлеуметтік желіде көрсетілді. Иә, ол жаңағы Бауыржан Сөнт деген жолдасымыз қайтыс болып кетті 31 жасында. Қайрат Әлімбеков деген керемет жан досым бар еді, Талдықорғанның Қаратал ауданының Үштөбенің жігіті. Өте талантты ақын еді, өмірден ертерек озып кетті, 43 жасында дүниеден озып кетті. Ал енді бізбен қатар сол кезде оқыған, қолына қаламас ұстап жүрген Нұрлан Берғазиев, Нұрлан Мәукенұлы деген досымыз бар еді. Ол жігіт те сол 44 жасында дүниеден озып кетті. Енді бір жағы сол тағдырдың қиындығы шығар, тағдырдың жазуы шығар. Ал енді қазіргі кезде сол бізбен қатар оқыған жігіттердің ішінде, біздің алдымызда оқыған жігіттердің ішінде мақтанып айтатынымыз Мұхтар Абрарұлы Құлмұхамедті айтуға болады, бізден 3 курс жоғары оқыған. Онан кейінгі курста, біздің алдымыздағы курста оқыған Алтынбек Сәрсенбаев марқұм, Нұртөре Жүсіп, қазір сенатор болып жүрген, Қазақ газеттері акционерлік қоғамының президенті Шамшидин Паттеев дүниеден озып кетті. Жұмабек Кенжалин деген жақсы азамат бар еді, бізден жоғары оқыған. Онан кейін біздің өзіміздің курста оқыған біраз журналист азаматтар бар. Бекен Нұрахмет деген досым бар менің. Онан кейін Төрехан Данияров деген жігіт бар. Бейбіт Исабаев деген курстасымыз бар. Қазір президенттің парламенттегі өкілі болып қызмет атқарып жүр. 4 елде елші болып қызмет атқарды. Мына ДАТ газетінің бас редакторы Ермұрат Бапи менің бірге оқыған курстасым. Біздің алдымыздағы курста Баян Бекетова деген ақын қызымыз оқыған, биыл 60-қа толып отыр. Бізден кейін курста Гүлнар Салықбаева оқыды, қазір қазақтың белгілі ақыны, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Міне осындай Семейде Абай журналының бас редакторы Мұратбек Оспанов деген курстасым бар. Семей таңы газетінің бас редакторы Риза Молдашева деген курстасым бар менің. Міне осылай кете береді. Көп жігіттер, қыздар бізбен бірге оқыған жігіттердің барлығы өздерінің орындарын тапты. Бір-бір кірпіш болып қаланып, мынау дүниеге сол Казгудың журналистика факультетінде алған білімін дәлелдеп, еліміздің игілігіне, тәуелсіздігіміздің жолына қызмет етіп жүр көптеген достарымыз. Сізден бір туындыңызды оқып берсем, Тұмар деген. Оқи ғой. Мен рухпын, жаралғанмын жанған күннен жалыннан, ұғында болып сапар шектім сағымнан, көк түріктің мәңгі тірі рухымын, көктегі айға көк боп табынған. Тәңір құты мүде болып құттасып, баламер боп кездім жерді нық басып, еділ болып уысымды ұстадым, шығыс пенен батысыңның тұтқасын. Бұмын, білге естеміс боп өрледім, тоны көк пен күлтегін боп ерледім, өсиетімді тасқа қашап қалдырып, сөзбен жудым ұрпағымның жүргегін. Рухпын мен, рухымын мен сақтардың, жүрегімді алау етіп жаққанмын, қыпшақ болып қылыш алып қолыма, қарсы келген жаудың басын шапқанмын. Дүбірімен дүниені аяттым, дүсірлеген тұяғымен аттардың, кеңдік, өрлік, ерлік осы үшеуін, үш бұрышты тұмар етіп таққанмын. Жақсы, рахмет. Ой, бәрекелді, рахмет айналайын. Сосын Бауыржан аға кешіріңіз. Сұрақ қоя ғой. Алуа. Бауыржан аға, мен сіздің осы әжемнің шырағы атты өлең шумақтарын оқып берсем деп едім. Оқи ғой.
Жан әжем сенің бауырыңда тыңдадым қазақ өлеңін. Жан әжем сенің бауырыңда түйсіндім қазақ әлемін. Өзіңнің бесік жырыңмен көгім менің ілінген, көзіңнен төккен нұрыңмен саумалын жырдың сіміргем. Сен шерткен қалың шежірең еске алып күнде көзілем, тұтаттың сөздің ұшқынын сөйлеген сайын сезінем. Сіздің осы әжемнің шырағы атты өлеңіңізде өзіңіздің сезіміңізбен аттастыра суреттелгені көрініп тұр. Осы өлең шумақтары өзіме қатты ұнады. Рахмет, айналайын, көп рахмет. Бауыржан аға, мына жерде былай ғой, мен енді сізбен осы кездесу болады дегеннен бері осы күндіз көңілімді, түнде ұйқымды мазалайтын бір дүние. Мен сізді жақсы білем, Төлеужан ағамыздың, Исмайылов ағамыздың ауылында өскен енді жансыз ғой. Соны мен бір сұрайын дегенім, сізден сол көзіңіз көрді ма? Енді әрбір жақсыны көз көргендерінен сұра дейді. Соны мен білгім келіп отыр да, өзіңіз көрдіңіз ба сол кісіні, Төлеужан Исмайылов ағамыз? Естілді ғой енді? Жақсы естілді бауыржан. Мен жаңағы айтайын дегенім, анау күнделікті мені мазалап жүрген осы жаңағы Төлеужан ағамызды көзіңіз көрді ма дегенім ғой. Сол жаңа бір жерде сіз сол ауылдың несіз ғой енді, сол ауылда тұрып өскен адамсыз. Иә, Төлеужан Исмайылов деген ағамыз болды, біздің ауылда болды, бір ауылдан. Менің немерелес ағам олсы. Сонау 30-шы жылдары туған, өте талантты ақын болған. 14 жасында Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне 14 жасында мектеп бітіріп келіп түскен. Өте дарынды азамат болған. Естіліп тұр ма дауысы? Жақсы естіліп тұр. Сіздің дауысыңыз естілмей қалды. Сол жаңағы өте дарынды болған, орыс тілінде өте сауатты болған адам. Келгеннен кейін Алматыға келіп, сол 14 жасында университетке келіп түскеннен кейін өте ерте танылған, көптеген поэмалар жазған, Дала министр деген поэмасы болған, Қойлар деген үлкен толғау өлеңі болған, мынау тоталитарлық жүйеге қарсы, орыс мемлекетіне қарсы ашық жазылған. Сосын өте өткір өлеңдер жазған, сатиралық, юморлық өлеңдерді көп жазған, батыл сынаған көп адамдарды. Міне соның ең бір үлкен ол кісінің ерлігі Теодор Драйзердің «Американ трагедиясы» деген 2 томдық еңбегін қазақ тіліне аударған. Өте сапалы аударған. Қазірге дейін бар, ол кітапханалардан көріп оқуға болады. Бұл енді өте талантты адамдар ғана аударылатын дүниелер, өте күрделі. Қазақ әдебиетіне өзі бар болғаны 40 жасаса да, 40 жасында дүниеден озып кеткен ол кісі. Сонда 40 жылдың ішінде небәрі 40 жас өмірінде әжептәуір мұра қалдырып кетті, бірақ ол кісінің жазған дүниелерінің көпшілігі жоғалып кетті. Оқырманға жеткен жоқ. Мынау Медеу Сәрсекеев деген ағамыз жинақтап, Рымғали Нұрғалиев деген ағаларымыз жинақтап бір кітабын шығарды. Мен Аза деген бір кітабын жинақтап шығаруға қатысалыстым. Ол кісі туралы жазған естеліктерді жинап, менің әкем Өміржан Құспанұлы 80 жылдығын атап өтті, 70 жылдығын атап өтті осы елде, ауылда, Семейде, ауылда, Қайнардың басында, жаңағы Абыралының орталығы Қайнар ауылында үлкен орталық парк бар, аллея. Сонда Әміре Қашаубаевтың бірінші ескерткіші тұр, онан кейін Сапарғали Бегалиннің ескерткіші тұр. Биыл ол кісінің туғанына 125 жыл толып отыр Сапарғали Бегалиннің, балалар әдебиетінің атасы. Міне сол аллеяда Төлеужан Исмайыловтың да ескерткіші қойылды. Биылғы жылы Рымғали Нұрғалиев деген ағамыздың 80 жылдығы, сол кісінің де бюсті сол Қайнардағы орталық паркке қойылмақшы осы октябрьдің қазан айының 3 күні. Алла жаса. Жақсы, сізге естіліп тұр ма мен даусым? Ақырын естіліп тұр өте. Енді тағы да соңғы бір сұрақ деп айтайын. Енді қазір балаларды ешқайсында сұрақ болмай отыр. Енді мына жерде бір менің соңғы сұрағым, мынау жаңағы Абырал өңірінде туып өскеннен кейін жаңа Таңат ауылында сіз 8 жылдықты ғана оқыдыңыз ғой, тек қателеспесем. Қалған 2 жылда Арқатта бітірдіңіз ғой, дейме? Иә.
бәсе ол мынау біздің арқаттан қазіргі мынау Қалқаман Сарин деген інілеріміз бар ғой, сол жақта тұрған, иә. Енді жақсы, мына сізге айтайын дегенім, осы қазіргі міндет, енді ол Семей емес, басқа да өңірлерде мысалы үшін ақындар, көптеген ақындар бар. Солармен де енді байланыстарыңыз жақсы шығар, қазіргі мынау қарым-қатынастарыңыз деген сияқты, өзіңізбен қазіргі артыңыздан еріп келе жатқан жаңағы Қалқаман болсын, Қалқаман Сарин болсын, енді көптеген Тынышбек ағалармен қарым-қатынастарыңыз бәрі жақсы шығар дегенім ғой, енді араласып жататын шығарсыздар. Қалқаманнан кейін кімнің атын айттыңыз? Тыныштықбек ағамыз. Иә. Әрине, әдебиеттің төңірегінде жүргеннен кейін барлығымен де араласып тұрамыз. Біз енді Қазақстан Жазушылар одағы бірден бір әдебиетшілердің орталығы ғой, 800 мүшесі бар Қазақстан Жазушылар одағының, осы қазақ елінде. Облыстық филиалдарымыз бар бірнеше. Олардың бәрімен қарым-қатынаста жұмыс істеп жатырмыз. Өткенде ғана мәселен Шымкентте Мархабат Байғұт деген үлкен жазушы ағамыз 75 жасқа толды. Сол кісінің осы енді мына пандемияға байланысты осы мына Zoom арқылы, осы әлеуметтік желі арқылы үлкен конференциясын өткізіп, кітабының Түркілер төрі Түркістан деген кітабының тұсаукесерін өткіздік. Семейде жаңағы өзің айтып отырған Тыныштықбек деген біздің ағамыз, жасы үлкен, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, өте талантты ақын. Қалқаман бауырымыз қазір Өскемен қаласында жүр, қызмет атқарып. Басқа да жаңағы мынау Маңғыстауда Сабыр Адай деген керемет талантты ақын бар. Ақтөбеде Ертай Ашықбаев, Мейірхан Ағдәулет, Бауыржан Бабажанов деген ақындар бар. Қызылордада Шахизада Әбдікәрім, Қатира Жәленова, Ғазиза Әбділда, Қаршыға Есімсейітова деген ақындар бар. Шымкент өңірінде жаңағы Бақытжан Алдияр деген талантты ақын жігіт бар. Әлібек Шегебай деген бауырымыз Түркістан облыстық филиалын басқарып отыр. Солтүстік өңірде де Қарағандыда жақсы талантты бауырлар, Бағдат Мүбәрак деген керемет талантты ақын бар, Серік Ақсұңқар ағамыз бар. Барлығымызды араласып тұрамыз. Қазақ осы әдебиеттің бір терінің пұшпағын илегеннен кейін араласып тұрғанға не жетсін. Жақсы, рахмет сізге. Балалар, бар ма сіздердің айтарларыңыз, сұрақтарыңыз, алып қосарларыңыз? Мен өлең оқысам болады ма? Оқи ғой, жақсы оқи ғой. Алашота. Тас шоқы, алтын шоқы, сұлу шоқы. Уақыттың маздап жанған құбылыста оты. Жазғанын Әлиханның тауып алып, жас ұрпақ жадыңа ұстап бірінші оқы. Ақ шоқы, қызыл шоқы, қара шоқы. Кеудемде жанды лаулап алашота. Кітабын Ахмет пен Міржақыптың балалар көзіңді ашып таласа оқы. Көк шоқы, күміс шоқы, қоңыр шоқы. Қазақтың мен мұңдалап жағылса оты. Мағжан мен Жүсіпбектің маржандарын теңізден сүзіп алып табылса оқы. Нар шоқы, жалғыз шоқы, құлын шоқы. Ұлтының солар болған жылынса оты. Ардақтап алаш туын мен өтемін, болса да уақыттың бүгін соты. Тамаша. Бұл жерде Бауыржан аға сіздің Алашоты деген өлеңіңізді оқып беріп отыр бұл жерде балалар жаңағы. Рахмет, естіп отырмын. Ақырын естіліп тұр бірақ маған. Енді Бауыржан аға, сіздің енді мынау үлкен әдемі әңгімеңіздің куәсі болдық. Сізге алғысымыз шексіз. Сізге енді әрқашанда лайым ғұмыр жасыңыз ұзақ болып, денсаулық тілей отырып, қаламыңызға нұр бітсін. Отбасыларыңыздың, бала-шағаларыңыздың, немерелеріңіз қызығын көріп, сіздің әрбір тұнып тұрған шабытыңызбен, көркем жырларыңызбен көптеген оқырмандардың енді асылдай шығармаларыңызға бөлей беруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Сол осы біздің қазіргі мынау студент жастарымыз сіздің сол әрбір шығармаларыңызға бөлене берсін. Әрқашанда аман болыңыз. Біз шын үлкен әсер алдық сіздің әрбір әңгімелеріңізден. Бұл да бір енді былай жазатын болсақ, бұл да бір үлкен бір кітап болып шығатындай жағдай болып отыр шыны керек. Енді алдағы уақытта мына қазіргі осындай жағдайға пандемияға байланысты енді мынандай арақашықтықтағы кездесу болып отыр. Енді лайым осы Әділет колледжіне келіп студенттермен осы кездесуге жазсын деп бетпе-бет, жүзбе-жүз сізді көргісі келген студенттер де көп. Сондықтан сізге әрқашанда аман болыңыз, сау болыңыз. Сізге алғысымыз шексіз. Жаңағы мынау студенттеріме де рахмет. Осы қазір әрбір сұрақтарын қойып, әрбір өлеңдерін оқып беріп жатқан, және де біздің осы колледждің әкімшілігіне де рахмет. Осындай кездесуді ұйымдастырып, осындай үлкен жетістіктерге жете беріңіз сіз.
Аман болыңыздар. Рахмет. Біз сізге Рахмет, Ерлан мақтанамыз. бауырым. Осы Біз сізге өзіңізге рахмет. Бүгінгі мынау онлайн кездесуді жүргізіп, Каспий университетінің әділет колледжінің студенттеріне баршасына мыңда бір рахмет. Менің өмір жолыма үңіліп, менің шығармашылығыммен танысып, менің өлеңдерімді жатқа оқып жатқан қаншама қарындастарым мен бауырларыма жақсы сұрақтар қойған іні қарындастарым баршасына алғысымды білдіремін. Болашақта да кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Үлкен білім алып, қазақ елінің қайраткер азаматтары болуларыңызға тілектеспін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Әрқашанда басымызды иеміз сізге. Аман болыңыз, сау болыңыз, рахмет. Рахмет сіздерге де, құрметті студент жолдастар, аман болыңыздар. Көріскенше. Рахмет. Сау болыңыздар.